Құрманбек Жандарбеков атындағы Жетісай драма театры Шымкент қаласына гастрольдік сапармен келді. Труппа көрермен назарына драматург Қолғанат Мұраттың «Ұстаз» атты әсерлі қойылымын ұсынды. Қойылымда ұстаздың қоғамдағы орны, шәкірт тәрбиесіндегі еңбегі мен рухани жауапкершілігі көрініс табады. Режиссердің ерекше шешімі мен актерлердің шынайы ойыны көрермен жүрегінен орын алды. Ұстаз қойылымы тек білім беруші жайлы емес, өмірін шәкірт тәрбиесіне арнаған, қоғам алдындағы жауапкершілігін терең сезінетін тұлға жайлы драма. Шығармада ұстаздың кәсіби жолы ғана емес, оның адами болмысы, ішкі жан дүниесі, өмірдегі таңдаулар мен күрестері бейнеленеді. Шымкент қаласындағы арнайы гастрольдік сапарымыз. Бірінші біз мұнда келудегі мақсатымыз айшықты. Себебі оның ішіндегі балаларға арналған Орловтың «Алтын балапан» ертегісін сахналадық. Одан кейін міне Шымкент қалалық орыс драма театрының сахнасында Қолғанат Мұраттың «Ұстаз», яғни ол пьеса басында мұғалім атауымен болған. Біздің драма театрға келіп сахналаған кезде атауы «Ұстаз» болып өзгертілген. «Ұстаз» драма спектаклін сахналап жатырмыз. Қазір міне екінші сеанс ашылып отыр. Жалпы көрермендердің бұл спектакльге келудегі маңызы орасан зор болып тұр. Себебі тақырып «Ұстаз» өте өзекті. Басты кейіпкер Айдана Айдарбекқызы өз ісіне адал, әділдік пен адамгершілікті ту еткен мұғалім. Ол шәкірт тәрбиелеу барысында қоғамның түрлі көзқарасына, замана қиындықтарына тап болады. Бірақ бәрінен кәсібилігі жағынан жоғары тұрып, адамдық пен рухани тазалықты сақтап қалады. Ұстаз қойылымы нағыз қазіргі әлеуметтік тақырыптағы қойылым. Неге десеңіздер, ата-ана мен бала арасындағы, ұстаз бенен бала арасындағы олардың мінез құлқы, әрқайсының әртүрлі еркеліктері, ата-ана менен баланың бір-біріне әңгімелеспеуі, интернет желісінде барлық тақырып қозғалған. Енді спектакльге мен өзім жасым 36-та, бірақ мен қазір 16-17 жасар баланың рөлін ойнаймын. Спектакль өте ауыр, комедиялық тұрғыдан да, драмалық тұрғыдан да өте жақсы қойылым. Рөлге дайындалу өте қиын болды. Неге десеңіздер, балалық шақты еске түсіру керек, ол да оңай шаруа емес. Шымкент қалалық орыс драма театрында өткен қойылымға көрермен көп жиналып, зал лық толды. Қойылым көрерменнің жүрегіне терең еніп, ерекше әсер сыйлады. Жетісай театрының кезекті гастрольдік сапары өңірлер арасындағы мәдени байланысты нығайтып, рухани өмірге жаңа серпін берді. Ұстаз жай ғана қойылым емес, өмір сабағы. Ол көрерменге ұстаз еңбегінің ұлылығын, адамдық қасиеттің мәңгілік құндылығын ұғындырады. Театрдың бұл туындысы рух пен сезім тоғысқан әсерлі сахналық дүние.